Қайырлы күн. Алғат мырза, енді кіріспе сұрақтан бастайық. Біз тілге тиек еткен осы цифрлық бақылау жүйесінің негізгі мақсаты қандай? Рахмет. Дұрыс айтасыз, негізгі мақсаты әрине ол борышкерлердің өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету, бірақ халыққа жалпы түсіндіріп айта кету керек, бұл қандай да бір жалпылама бұқара жұртты бақылауға алу, оларды қадағалау деген сияқты ешқандай қауіп жоқ. Бұл дегеніңіз кәдімгі өзінің міндетін орындамай жүрген, оның ішінде алименттік міндеттер, сот шешімдері, басқа да қандай да бір берешектер бар бола тұра, ұзақ жылдар бойы өзінің міндетін орындамай, тұрғылықты мекен жайын айтпай, өзінің байланыс жаңағы нөмірлерін бермей қашып жүрген қарызы бар борышкерлерді анықтауға ғана бағытталған. Демек, сіз бен біз сияқты қарапайым азаматтар қандай да бір айыппұл алып қалатын болса, оны бір көлік тізгінде келе жатып штраф алатын болса, оны бірден анықтап, оған жаңағы бір шара қолдануды көздейтін жоба емес. Сол жағын түсіндіріп айта кету керек. Яғни ұзақ жылдар бойы қарызы бар азаматтар. Ұзақ жылдар бұл жаңағы проблемалық борышкерлер деп аталады біздің кәсіби тілде. Сол азаматтардың қазір 9295 адам осындай Қазақстан бойынша анықталған. Осы бірінші қаңтардан бастап осы жобаны Әділет министрлігі, еліміздің бас прокуратурасы және Республикалық жеке сот орындаушылар палатасы бірігіп жүзеге асырып жатыр. Осы уақыт аралығында жаңағы айтылған 9295 адамның 6864 адамы анықталып, өзінің міндеттемелерін орындап жатыр қазіргі таңда. Нәтижесі бар әрине. Керемет. Енді бұл жүйе нақты еліміздің қай өңірлерінде іске қосылады? Бұл жүйе еліміздің қазіргі таңда 13 қаласында іске қосылған, алдағы уақытта бүкіл жалпы Қазақстан аумағын толық қамту жоспарда бар. Дәл қазіргі таңда шамамен 1300-ден астам камералар адамды идентификациялау, яғни биометрикалық мәліметтер арқылы жеке басын анықтау жұмысына іске қосылған. Енді жаңа біз айтып жатырмыз ғой, әуежайда немесе вокзалда билет сатып алу кезінде оның енді нақты анықталатыны айтылды. Әрі қарай жалпы анықталғаннан кейін қандай шаралар қолданылады? Еламан, бұл тек қана әуежайда немесе вокзалда емес, бұл жалпы бір бөлшегі ғой. Жалпы әлеуметтік маңызға ие нысандар, яғни халық көп тұтынатын кез келген мемлекеттік орган болуы мүмкін. Тіпті бізде Алматыда бір мысал ретінде бізге таныстырды. Мысалы, бір-екі домофон қызметін көрсететін компаниялар бар екен, сол да жаңағы интеграцияланған. Демек, борышкерлер сол кез келген бір пәтерге бірнеше мәрте кіретін болса, сол домофондағы камера арқылы да оның бет-бейнесі анықталып, базада тексеріліп, қандай да бір қарыздар болатын болса, ол жерге жалпы ережесі былай, ол мысалы идентификация жасалғаннан кейін, ол жерге бірден жаңағы бас прокуратураның кезекші прокурорына хабарлама келіп түседі. Сол жерге мәлімет сол кезекші прокурордан ішкі істер басқармасына және жеке сот орындаушысыға жібереді. Ол жерде бірден адамды барып қамау, я болмаса қандай да бір жазаға тарту деген әңгіме жоқ. Бірден жаңағы жеке басы анықталғаннан кейін ол кісіге барады, таныстырады, осындай материалдар бойынша іздестіріліп жатқанын айтады, қандай борышы бар екені, қандай міндеттемелері бар екені түсіндіріледі. Содан кейін ол адамның да мәселесіне үңіледі. Мысалы, ол адамды барып бірден қамап тастағанмен оның қарызын ешкім өтемейді ғой. Ол адамға біз жәрдемдесуіміз керек қарызынан құтылуға. Сондықтан ол адамның жағдайына қарайды, жұмысы бар ма, жоқ па. Жоқ болса, мысалы, әділет органдарының территориялық бөлімшелері бүкіл Қазақстанның өңірлерінде бар, жергілікті әкімшіліктермен бірігіп бізде жұмыс жәрмеңкесі деген болады. Уақытылы өткізіп тұрады ай сайын. Соған мысалы оның қандай мамандығы бар, қандай жұмыс істей алады, соған жұмыстар ұсынады. Сол жұмыстар егерде, мен осы жұмысты істеймін, осы борышымды осыдан төлеймін десе, оған заңмен көрсетілген нормасы қарызын жабуға кетеді, қалғаны өзінің жаңағы отбасын асырауға, өзінің жеке қажеттіліктеріне жұмсалады. Енді бұл жерде осы процеске кеңірек тоқталасыз ба? Жалпы айлық түскеннен кейін автоматты түрде қарызы жабуға кете ме, әлде ол кісі өз жаңағы құқығы өз ерікті түрде ме дейсіз ғой? Ол соттың шешіміне байланысты. Сот қандай шешім шығарады? Мысалы, кейбір жағдайларда болады, айлығының 50% қарыздың негізгі бөлігін жабуға жіберілсін деген шешім болатын болса, соттың шешімі солай орындалады. Енді мына қарызды анықтау кезінде азаматтардың жеке деректері қалай қорғалады, ол қайдан алынады деген бір сұрақ.
жеке деректеріне төніп тұрған қауіп жоқ қой. Ол жаңағы құзырлы органдар, прокуратураның деректер базасындағы мағлұматтар, ол бір бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне не болмаса басқа да жерлерде жарияланбайды. Тек қана сол қандай да бір іске қатысы бар жаңағы біз өзіміздің деректерімізді аламыз да прокуратураға өткіземіз. Міне осынша адамда, осынша мынандай суреттері бар, осы адамдардың осындай қарызы бар деген мағлұматты жеке сот орындаушылары береді. Олар алады да сол адамдардың идентификациясын орнатады. Одан кейін ол табылған бетте жаңағы механизм бойынша ол кісілерге барып қарызын өтеуін сұрайды болды. Бұл жерде қандай да бір тарап кететін қауіп жоқ. Жаңа айттыңыз, 9000 борышкер бар дедіңіз. 9295. Соның 6000-нан астамы 6864. Осы анықталған азаматтардың қанша пайызы жаңа қарыздарын өтеді, төледі? Жалпы нәтижесіне ондай мағлұматтар өкінішке орай жоқ менде. Өйткені ол жаңағы жеке сот орындаушылардың құзыретіне кіреді ғой, республикалық жеке сот орындаушылар палатасының. Бұл жерде біздің әділет министрлігінің мақсаты осы механизмді іске кіріктіріп, жаңағы жобаны, бұл енді айта кету керек, 3 мемлекеттік органның біріккен жобасына бірде-бір тиын қаражат жұмсалған жоқ. Демек, прокуратураның осындай бет-бейнені анықтайтын функциясы бар екендігін біле тұра, бізде борышкерлер бар екенін біле тұра, жобаны интеграциялады. Осының нәтижесінде мемлекет бюджетін үнемдей отыра, тиімді нәтиже беретін жоба іске қосылды. Енді бұл өте бір жақсы жоба, және алдағы уақытта оны бір кеңейту мақсаттары бар ма, жоспарларыңыз қандай? Кеңейту мақсаты сол жаңағы бейне бақылау камераларын көбейту. Одан кейін бағанағы ақпаратыңызға қосып айта кететін болса, ол тек қана көшедегі видеокамералар емес, мысалы онымен қоса өзіңіз айтып отырғандай автокөліктері де анықталатын болады. Одан кейін мысалы кез келген адам қанша жасырынып жүр дегенмен де ол бәрібір әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік мекемелерге барады, дүкендерге барады, емханаға барады. Сол кезде де мысалы өзінің төлқұжатын берген кезде ол ортақ базадан шығып тұрады. Осындай ол кісіге іздеу жарияланған, борышкер деген сияқты. Сол кезде жаңағы айтылған реті бойынша ол кісіні алып. Жаңа өзіңіз көліктерді камералық арқылы іздеу туралы айттыңыз. Жалпы қандай алгоритм сол кезде жұмыс істейді? Алгоритм біреу, тура жаңағы адамның жеке басын анықтағандай көліктер анықталады. Егер де сол көлікте шынымен де сол жаңағы борышкер отыратын болса, полиция департаменті көлікті бірден айып тұрағына қояды. Сол жерге жеке сот орындаушылар, прокуратура өкілдері шақырылады да, хаттама толтырылады, және де сол жеке басын, тұрғылықты мекен жайын анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі. Ары қарай жеке сот орындаушысы сол өзінің қарызын өтеу бойынша міндеттемелерін қадағалайды. Енді мына жаңағы 6800-ден қалған енді тағы да бір 2-3 мың адам бар ғой әлі анықталмай жатқан. Олар не себепті анықталмай жатыр? Камераға түспеген болуы керек. Кейбір жерлері, кейбіреулері ауылда елді мекендерде болуы мүмкін. Шетелде жүруі мүмкін. Енді бірақ көбінесе шетелде жүру несі қаупі аздау шығар. Өйткені бұндай қарызы бар тұлғалардың шетелге шығуына бірден бұғат қойылады. Сондықтан егер де қандай да бір қарызы жоқ кезде шетелге шығып кетіп, қайттан қарыз қалыптасып қалмаған болса, демек Қазақстанның ішінде болса, ол алдағы уақытта бәрібір ертелі кеш анықталады бас. Жақсы, Талғат мырза, көп рахмет тұшымды ақпаратыңызға, жұмыстарыңызға сәттілік.